Aleyhisselam'ın hadislerinde bayqap qarasаңыз, sizдің Аллаға істеген құлшылықтарыңыз емес, айтады. Көбінше sizдің адамдарға жасаған мәмілелеріңіз жайлы айтылып келеді. Маңыздысы сол. Қияметте таразыға ең ауыр келетін нәрсе не? Көркем мінез. Көркем мінез. Sizдің жасаған құлшылықтарыңыздан бұрын көркем мінезді айтып жатыр. Және пайғамбар салсам не дейді? Көршің саған куәлікке шығады дейді. Көршің жақсы десе жақсы адам, жаман десе жаман адамның қатарында кетесің. Қарасаңызшы, біз қай жаққа мән береміз? Біз жеке өзіміздің қара басымызға мән береміз да, бірақ біз үшін куәлікке шығатындарға мән бермейміз. Шығатындарға мән бермейміз. Қараңызшы, жүрек. Денеде бір жүректі айтады пайғамбар салам, бір ет бар. Ол тазарса, бүкіл дене тазарады. Ол жүрек. Қараңыз, жүрек иманның орны ғой. Пайғамбар салам мынандай сөз айтады. Арафат. Кімде-кім Арафатта дұға қабыл болмайды десе, діннен шығып кетеді. Ол жерде дұға міндетті түрде қабыл болатын жерде Арафат. Арафатта тұрған адамдардың пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бүкіл амалдары Алла тағаланың алдына көтеріледі дейді. Бүкіл амалын Алла тағала қабыл алады. Тек қана мынау адамнан басқасын. Біреумен ұрысып, кешіре алмай жатқан адам бар ғой. Жүрегінде кекті айтып жатыр ғой. Бір адаммен ұрысып, который в ссоре деп айтады ғой орыстар. Біреумен ұрысып, бірін-бірі кешіре алмай жатқан адамдар бар ғой, осылардан басқасы дейді. Қараңыз, жүректегі кек деген нәрсеше дұға қайтарылмайтын жердің өзінде қандай жеміс беріп жүреді. Тағы бір хадисін айтайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Қадір түні. Ол да ең қымбат түндер емес пе? Қадір түні, осы түнді құлшылықпен өткізген адамның Алла тағала осы адамды мейіріміне алады дейді. Алла кімді мейіріміне алса, біліп алыңыз, ол адам екі дүниеде де қор болмайды. Алланың мейіріміне бөленді деген сөз, болды, сіз екі дүниеде қор болмайсыз. Бірақ мына төртеуінен басқасы дейді. Арақты жақсы көретін адам. Ол анау арақ жақсы көретін адам дегенге ол тоқтап ораза ұстай береді. Бірақ тастайым деген ниеті жоқ, ол біледі. Мен мұны оразадан кейін ішем бәрім деп жүрегіне арақты байлап алған адам бар, осыны айтады. Мына төртеудің біреуі арақ ішетін адам. Екіншісі ата-анасына қызмет қылмаған адам. Жалпы ата-анасына қарсы шыққан адам, ауыр сөйлеген адам, қызмет қылмаған адам. Осы адам. Үшіншісі туған туысқандарымен қарым-қатынасын үзген адам. Төртіншісінің жігіттер, ең қорқыныштысы осы. Бәрімізде бар ауруды айтады. Бір мұсылман бауырына 3 күннен артық жүрегінде кек сақтаған адам. Қадір түні, дұға қайтарылмай қабыл болатын түні, олардың құлшылықтары пайда бермейді, жылап отырып жасаған. Ойлаңызшы, жүрек қандай өміріңізге өзгеріс енгізіп жібереді? Жүрек осы сіздің жәннатқа кіруіңізге себеп болатын сіздің жүрегіңіздің кеңдігі. Не болмаса, сіздің тозаққа түсіп кетуіңізге себеп болатын осы жүректің тарлығы. Осы жүрекке мән беруіміз керек, бауырлар. Ислам деген нәрсе, ағайындар, мен деген нәрсені алып таста дейді. Мен деген нәрсені алып таста, қажет емес. Өйткені мен деген сөз шайтанның сөзі. Ана хойрум мен одан хайырлымын, мен одан артықпын деген сөз, бұл шайтанның сөзі тұғын жігіттер. Біздің жігіттер қазір не дейді? Сен кімсің деген сөз бар ғой. Мен одан хайырлымын деген сөз екеуі синоним. Не болмаса, менің кім екенімді білесің ба деген сөз бар ғой. Бұл жаңағы шайтанның сөзінің бір синоним әшейін болды. Біз мен деп жүрміз да, Алла тағала Құранда айтады, біз деп сөйлейді да, біз айтамыз мен. Бірақ арманымыз жәннат.